Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен математика 3-ші сынып 92-ші сабақта өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы бізде есептеу және қорытындылау. Бірінші есепке қарайық балалар. Өрнектердің мәнін тауып, симфониялық оркестрдің құрамына қандай музыкалық аспаптар кіретінін анықтаңдар дейді. Бірінші бізге беріліп тұрған 101 мен 4-ті көбейту керек. 101 мен 4-ті көбейтсек 404 болады. Сонда ол рояль деген аспап болады. Одан кейін 906-ны 3-ке бөлеміз. Бізде 302 болады. 302 кесте бойынша бізде литавра деген аспап. Одан кейін 101-ді 8-ке көбейтеміз. Бізде 808 болады. Ол тарелкелер. Одан кейін бізде 303-ті 2-ке көбейтеміз. 606 ол валторна болады. Одан кейін 150-ді біз 3-ке көбейтеміз, 450 ол труба. Және де 201-ді 4-ке көбейтсек 804 ол тромбон болады. 103-ді 2-ке көбейтсек 206 скрипка болады. 900-ді 20-ға бөлсек 45 гобой болады. Және 320-ны 2-ке бөлсек 160 ол флейта болады. Ал 333-ті 3-ке бөлсек 111 болады. Бұл бізде арфа деген аспап шығады. Келесі балалар екінші есепке қарайық. Мына тіркестерді пайдалан, қорапта болды. Түрлі түсті қарындаштар, жай қарындаштар және сызба бойынша есеп құрастыр дейді. Шарты бойынша былай құраймыз балалар. Бізде болды 56 түрлі түсті қарындаш және 14 жай қарындаш. Одан бізден алынды 29 қарындаш және қанша қалды соны табуымыз керек. Шешуі 56-ны 14-ке қосамыз алдымен қарындаштардың барлығын, одан кейін 29-ды алып тастаймыз алынғанды. Сонда бізде 41 қарындаш қалады. Яғни қорапта жауабы 41 қарындаш қалды. Келесі бізде үшінші есеп теңдеуді шеш дейді. 56 бөлінген 4 қосылған x тең 57. 56-ны 4-ке бөлеміз біз 14. 14 қосылған x тең 257. X тең 257-ні, яғни 14-ті теңдіктің бергі жағына өткізген кезде бізде минус болып түседі. Сонда 257 минус 14. X тең 243-ке тең. Келесі екіншісі бізде a қосылған 84 бөлінген 4 тең 570. 84 4-ке бөлеміз 21, сонда a қосылған 21 тең 570. a тең 570-тен, енді теңдіктің бергі бетіне 20 өткен кезде минус өтеді. 570 минус 21. a тең 549 болады. Үшіншісі игілік тең бізде минус 75 бөлінген 5 тең 800. Сонда игілік минус 15 тең 800 болады. Яғни 75-ті 5-ке бөлгенде 15 болады. Игілік тең бізде 800 қосылған 15, игілік тең 815. Төртіншісі 84 бөлінген 7 көбейтілген v тең 120. Енді 84-ті 7-ге бөлсек 12 болады. Сонда 12 көбейтілген v тең 120 болады. Енді v тең 12 теңдіктің бергі жағында көбейту болып тұр, ал оң жаққа қарай өткен кезде ол бөлу өтеді. Сонда 120-ны 12-ке бөлсең бізде 10 болады. Келесі төртінші есепте 2 таңбалы санды 2 таңбалы санға бөлеміз. Бірінші 39-ды 13-қа бөлеміз. Сонда бізде 3 шығады. 54-ті 18-ге бөлсек 3 болады. 84-ті 12-ге бөлсек 7 шығады. 72-ні 24-ке бөлсек 3 болады. 56-ны 14-ке бөлсек 4 болады. 70-ті 14-ке бөлсек 5, 96-ны 32-ке бөлсек 3, ал 90-ды 15-ке бөлсек 6 болады. Бесінші есепте және дұрыстығын тексер дейді. 17-ні алдымен 2-ке көбейтеміз, 34 болады. 34-ті 2-ке бөлсек 17 шығады. Одан кейін 65-ті 2-ке көбейтсек 130, 130-ды 2-ке бөлсек 65, 550-ді 5-ке бөлсек 110, 110-ды 5-ке көбейтсек 550. Одан кейін 800-ді 40-қа бөлсек 20 шығады, 20-ны 40-қа көбейтсек 800. 75-ті 5-ке бөлсек 15, 15-ті 5-ке көбейтсек 75. 60-ты 8-ге көбейтсек 480, 480-ді 8-ге бөлсек 60. 84-ті 6-ға бөлсек 14, 14-ті 6-ға көбейтсек 84. 960-ті 6-ға бөлсек 160, ал 160-ті 6-ға көбейтсек 960 шығады. Келесі бізде 6-шы есеп қалдықпен бөлуді орындаңдар дейді. 50 бөлінген 12 ең біріншісі, бізде жауабы оның 4 және қалдық 2 болады. Оның дұрыстығын тексеру үшін біз бөліндінің мәнін бөлінгішке көбейтеміз. Сонда 4-ті 12-ке көбейтеміз. Бізде 48 шығады және 2 қалдықты соған қосамыз. Сонда 50 болады. Келесі басқаларында осылай ары қарай орындаймыз. 85-ті 18-ге бөлеміз. 4, 13 қалдық қалады. Сонда біз
18-ге 4-ті көбейтеміз, 72 болады. 72-ге 13-ті қоссақ 85 болады. 5 бөлінген 8, ол бізде 0 және қалдық 5 болады. 0 8-ге көбейтіп 5-ке қосқан кезде бізде жауабы 5 болады. 21 бөлінген 4, ол бізде жауабы 5, қалдық 1 болады. 5-ті 4-ке көбейтсек 20, 20-ға 1-ді қоссақ 21. Келесі 60 бөлінген 7 бізде ол 8 және қалдық 4 болады. 8 жердегі 7 56, 56-ға 4-ті қоссақ 60 болады. Кейінгісі бізде 74 бөлінген 7, оның жауабы 10, қалдық 4 болады. Сонда 10-ға 7-ні көбейтсек 70, 70-ке 4-ті қоссақ 74 болады. Одан кейін 18 бөлінген 4, бұл жауабы 4, қалдық 2 болады. 4 4-тің 16, 16-ға 2-ні қоссаң бізде 18 болады. 3-ті 6-ға бөлсек 0, қалдық 3 болады. 0-ді 6-ға көбейтіп 3-ге қоссақ оған 3 болады. 51 бөлінген 7, ол бізде 7, қалдық 3 болады. 7 7-ің бізде 49, 49-ға 3-ті қоссақ бізде 51 болады. Ары қарай 7-ші есепке қарайық. Бөлінгішті тап дейді. Бізге қалдықпен есеп берілген. Енді бөлінгішті табу үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтіп, қалдықты қосамыз. Сонда 3-ге 4-ті көбейтіп, оған 1-ді қоссақ бізде 13 болады. Яғни біріншісінде бөлінгіштің мәні сонда 13. Одан кейінгісі 4-ті 3-ке көбейтіп, оған 2-ні қоссақ 14 болады. Ал үшіншісі 3-ті 5-ке көбейтіп, оған 3-ті қоссақ бізде 18 болады. Ары қарай менің өзім құрағаным бойынша бізде 3-ті 8-ге көбейтіп, оған 3-ті қоссақ 27. Сонда 27-ні 8-ге бөлсек 3, қалдық 3 болады. 4-ті 7-ге көбейтіп, оған 2-ні қоссақ 30. Сонда 30-ды 7-ге бөлсек 4, қалдық 2 болады. 4-ті 4-ке көбейтіп, оған 2-ні қоссақ 18, ал 18-ді 4-ке бөлсек 4, қалдық 2 болады. Енді бізде 8-ші есеп шартты есепті шығарайық. Мерекеге орай қаланың орталық алаңы безендірілді. Ол үшін әрқайсысында 20-дан 30 қорап алтын түстес, әрқайсысында 10-нан 30 қорап күміс түстес шарлар сатып алынды. Барлығы қанша шар сатып алынды дейді. Енді бізде шартын құру үшін алтын түстіден 20-дан 30 қорап, күміс түстіден 10-нан 30 қорап, яғни барлығын табуымыз керек. Шешуін табу үшін бірінші алтын және күміс түсті шарлардың әрқайсысы қаншадан екенін тауып, одан кейін екеуін бір-біріне қосамыз. Сонда шешуі жақша ішіндегі 20 көбейтілген 30, жақша жабылған қосылған жақша ішіндегі 10 көбейтілген 30. Сонда тең 600 қосылған 300, жауабы 900 болады. Яғни жауабы барлығы 900 шар сатып алынды. Келесі әсінде кондитер фабрикасында сыйлықтар қораптарға салынды. Бір қорапқа 20 сыйлық сияды. 800 сыйлықты салу үшін қанша қорап қажет дейді. Енді осыны шығарайық. Шарты бойынша бір қорапқа 20-сы, яғни сыйлық, сонда 800 сыйлыққа белгісіз қорап. Шешуі 800-ді 20-ға бөлеміз, 40 қорап болады. Жауабы бізге сонда 800 сыйлықты салу үшін 40 қорап қажет. 9-ші есепте тура теңдік шығу үшін цифрлардың арасына қосу және азайту таңбаларын қой дейді. 0-ге 1-ді қосамыз 1, 1-ге 2-ні қосамыз 3, 3-ге 3-ті қосамыз 6, 6-ға 4-ті қосамыз 10, 10-ға 5-ті қосамыз 15. Енді әрі қарай минус азайту белгілерін қоямыз. Сонда 15-тен 6-ны алсақ 9, 9-дан 7-ні алсақ 2. Енді 2-ге 8-ді қоссақ 10 болады. 10-нан 9-ды алсақ 1. Сонда біздің теңдік тура болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің видеома лайк басып, және каналыма тіркеліңіздер балалар. Сау болыңыздар.